Керемет. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, 23 жерде жұмыс істеп көрдім дедіңіз. Бірнеше интервьюде көрдім. Мөлшермен 3,5 жыл көлемінде осындай жұмысты ауыстырдыңыз, иә? Сол 3,5 жыл мөлшермен 1000 күн екен. Егер 1000 күннің ішінде 23 жұмысты ауыстырып, ең соңында өзімді таптым деп бірнеше рет айттыңыз. Жалпы қазіргі көтерейін деп тұрған тақырыбым өзін тану туралы. Қалай адам өзін ең ұтымды, ең тиімді, ең дұрыс тани алады. Өйткені сіз сонша 1000 күніңізді жұмсап 23 кәсіптен өттіңіз. Ал енді бір берер кеңесіңіз өзін тану. Енді ол кезде біз бұндай жүйенің барын білмедік, бірақ қазір енді мода болып кеткен дүние ғой, икигай деген алғаш ұнатқан нәрселердің тізімін жазып шық дейді. 50 бола ма, 40 бола ма, сосын ұнатқан нәрселердің ішіндегі өзінің қолынан керемет істей алатындарды енді бір тізімге жаз дейді, то есть қысқартып. Ұнату бір бөлек, енді қолынан келетіні бір бөлек қой. Көп нәрсені ұната береміз. Енді сол қолынан келетіндердің ішінде қайсысынан жақсырақ ақша табасың перспективасында деп айтайықшы, соны тереңдетсең, соны індетсең дегендегі секілді. Енді осы тізімнен мысалы 10 болды ма, 5 дүние қалсыншы. Енді осының ішінен бір сәл қоғамға ертең пайдасы тиеді-ау деген енді бір екші деген секілді ғой. Енді қазір сөйтіп айтады, енді өзінің ісіңді қалай табасың деген кезде. Біз енді ондай нәрсені берген жоқпыз. Сондықтан да біз мамандықты қате таңдағаннан кейін, программистті 8 жыл қате оқығаннан кейін, осы журналистке келгенге дейін, блогинг келгенше 23 жерде жұмыс істегеніміз рас.